Абай Құнанбайұлының 17-ші қара сөзі. Көрініс 5-ші Б сынып оқушылары. Қайрат, ақыл, жүрек, үшеуі өнерлерін айтысып, таласып келіп, ғылымға жүгініпті. Қайрат айтыпты: Ей ғылым, өзің де білесің, дүниеде еш нәрсеменсіз кәмелетке жетпейтұғынын ерінбей жалықпай үйрену керек. Ол менің ісім. Құдайға лайықты ғибадат қылып, ерінбей жалықпай орнына келтірмек те менің ісім. Дүниеге лайықты өнер мал тауып, аға бүйір мансапты еңбексіз табуға болмайды. Орынсыз болымсыз нәрсеге үйір болмай, бойды таза сақтайтұғын мен. Күнәһарліктен, көрсе қызарлықтан, нәпсі шайтан азғыруынан құтқаратұғын мен. Адасқан жолға бара жатқан жолда қайта жиғызып алатын мен. Мен емес пе? Осы екеуі маған қалай таласады? Ақыл айтыпты: Не дүниеге, не ахиретке не пайдалы болса, не залалды болса, біле тұғын мен. Сені сөзіңді ұға тұғын мен. Менсіз пайданы да іздей алмайды екен, залалдан да қаша алмайды екен. Осы екеуі ғылым үйреніп, ғылым ұғып, үйрене алмайды екен. Осы екеуі маған қалай таласады? Мен болмасам, неге жарайды? Онан соң жүрек айтыпты: Мен адам денесінің патшасымын. Қан менен тарайды, жан менде мекен қылады. Менсіз тірлік жоқ. Жайлы төсекте, жылы үйде тамағы тоқ жатқан кісіге, үйсіз кедейдің, тонып жүрген киімсіздің, тамақсыз аштың қал жағдайы қалай екен деп ойлатып, жанын ашытып, ұйқысын ашылтып, төсегінде дөңбелешете тұғын мен. Үлкеннен ұят сақтап, кішіге рақым қылдыра тұғын мен. Бірақ мені таза сақтай алмайды. Мен таза ақырында қор болады. Мен таза болсам, адам баласын ала алмаймын. Жақсылыққа ержіре берейтұғын мен. Жаманшылықтан жиретіп, тулап кететұғын мен. Нысап, әділет, нысап, ұят, рақым, мейірбаншылық дейтұғынның бүткіл сөздер менен шығады. Менсіз осылардың көрген күніне осы екеуі маған қалай таласады? Сонда ғылым бұл үшеуінің сөзін тыңдап болып айтыпты: Ей, Қайрат, сен айтқандарының бәрі де рас. Ол айтқандарынан да басқа көп өнерлерің бары да рас. Сенсіз еш нәрсе болмай тұғыны да рас. Бірақ қаруыңа қарай қаталығын да мол, пайдан да мол, бірақ залалын да мол. Кейде жақсылықты берік ұстап, кейде жамандықты берік ұстап кетесің, соның жаман. Ей, ақыл, сенің айтқандарының бәрі де рас. Сенсіз еш нәрсе табылмай тұғыны да рас. Жаралған тәңірін де сен танытасың. Жаралған екі дүниенің жайында сен білесің. Бірақ сонымен тұрмайсың, амалда айлады. Жақсылық пен жаманшылықтың сенгені сен. Осы екеуінің іздегенін тауып беріп жүресің, соның жаман. Бірақ сонда билеуші, әмірші жүрек болса жарайды. Ақыл сенің қырың көп, жүрек сенің ол қырыңа жүрмейді. Жақсылық үшін жаны діні құмар болады, көнбек түгілі қуанады. Жаманшылық айтсаң ермейді, ермек түгілі жиреніп үйден қуып шығады. Қайрат, сенің қаруын көп, күшін мол, сені еркініне ешкім жібермейді. Орынды іске күшінді аятпайды, орынсыз іске күшінді босатпайды. Осы үшеуін жүрекке билет. Осы үшеуін мен айтқандай бір кісіге табылсаңдар, табандағы топырағы сүттерлі қасиетті адам сол. Осы үшеуінді алсақ, не жүректі жақтаймын. Құдайшылық сонда қалпын таза сақта.